Қайырлы күн достар, Есен Елукен YouTube каналында келесі бағдарлама. Подкаст, сұхбат, бірақ әйтеуір маған жақын жандармен осылай сұхбаттасқан өте қатты ұнайды. Оның үстіне бұл Нұрсұлтан Құрман, барлығыңыз жақсы білесіздер. Футзал десе осы Нұрсұлтан еске түседі. Сондықтан да жалпы футбол туралы тақырып көп айтылады, бірақ футзал некен саяқ кейбір сұрақтар бар. Күні кеше ғана маусымда аяқтадық. Мен естуімше 22-ші чемпионат аяқталды. Әлде мен не үшін 22 деп айтты дейсің ғой, 21 рет, біз 21-ші рет чемпион болдық деді. Қайрат айтты. Бір рет семей болды. Бір рет семей болды, енді екеуін қоссаң 22. Жалпы енді алдында осы қайбір жылдары Қайрат ұтқан сайын ондай бір қатты көңіл күйде болмайтын еді. Кеше бір әлем чемпионатын ұтқан сияқты бала шағасымен келіп, және бір жаныңдай бір эмоцияларын көріп қалып жатыр. Жалпы чемпионат қызық болған сияқты. Чемпионат өте тартысты болды, өйткені бір ғана команданың чемпионат емес, семей қосылды ғой жанына. Сондықтан енді қазір подкаст барысында біраз әңгімелесеміз. Әрине соңғы екі чемпионат өте тартысты өтіп жатыр. Және үшінші чемпионат тіпті тартысты өтетін сияқты. Оған көп себептер бар. Енді бұл жерде Қайраттың жағдайы биыл енді көптен бері мына Чемпиондар лигасында жақсы нәтиже көрсетпей, биылғы жылы соңғы төрттік финалға шықты, жартылай финалда ұтты. Финалда дәрежесін көрдік. Содан кейін бірден осы шешім шығарды, жаттықтырушыны босату. Мен осыдан бастайыншы, неге бірден жаттықтырушы осындай бір нәтиже болмаса бірден босатады? Бұл бірінші кезекте бірден шешім шығарған жоқ. Ол шешім келісімшартқа байланысты. Жоқ, келісімшартқа да байланысты емес. Бұл Чемпиондар лигасының алдында бірте-бірте айтыла бастаған мәселе. Былай жасайық, мысалы Қайратқа келетін болса, Қайратта какаодан кейін кака келді. Каканта Чемпиондар лигасында нәтиже көрсетпегеннен кейін Қайраттың президенті Айтмолдаұлы Оразбеков мырза алып тастады ғой. Одан кейін векторын өзгерткісі келді. Өйткені векторды өзгертіп, енді Айтмолдаұлы өзі футзалдың нағыз жанашыры, өзі мен жолыққан кезде айтады, мен футбол маған қызық емес дейді. Мен футзал үшін жаралғанда, футзал үшін соңына дейін барам деп. Және әлемдік футзал өзгеріп жатты ғой. Әлемдік футзал өзгерді, бразилиялық футзал мәнерінен гөрі испандық футзал мәнері алдыға шыға басталды, және европалық футзал деген пайда басталды. Бұл атлеттерге арналған ірі және баяғыдағыдай бір орында тұрып ойнайтын футзал емес, қазір. Яғни қазір мән бере бастады. Мән бере бастады, және Қайраттың басшылығы іздеді бапкер. Және испаниялық даму бағытына вектор қойды ғой. Марлонды шақырды. Марлон дегеніміз ол енді Пальма академиясының түлегі, сондай-ақ бір негізгі команда болмаса да ортан қол испан чемпионатының бапкері. Оны агенттер сұнғаннан кейін осы испаниялық футзал мәнерін сіңдірем деді, бірден Қайрат қалып келді. Бірақ испаниялық маман Қайраттың Игита, Дуглас сияқты бразилиялық сол жерде өзінің ой-өрнегін қойып тастаған, өзге нәрсені қабылдағысы келмейтін ойыншылармен кезікті ғой. Және бұл жерде Қайратқа шешім шығару керек. Бұл және Қайрат алды да Игита, Дугластарға рахмет айтты да, орнына басқа ойыншыларды ала бастады. Бірақ Марлон енді сәтсіз бастады, чемпиондықты беріп қойды. Бұл бір. Екіншіден, оған бір ғана тапсырма берілді. Чемпиондар лигасында төрттік финалда кемі ойнау керексің деп. Бұл тапсырмамен жалпы жақсы нәтиже көрсетті. Қатты шығындалды да, енді ана ойыншылардың оңай емес сияқты. Жоқ, қатты шығындаған жоқ. Қайрат қатты шығындаған жоқ. Бұл Қайраттың тарихындағы қатты шығынданған маусым емес. Қайраттың кезінде ақшасы көп, демеушілер көп кезеңдері болған. Кез келген ойыншымен қанша десе сонша деп шақыра салатын Бразилия ұлттық құрамасының Аргентина. Тіпті тек ғана Чемпиондар лигасына соған ғана ойна, қалған ол да жаңағыдай чемпионатқа ойнауға міндетті емес деген ойыншылар да болды. 5-6 клубпен өткен чемпионаттар болды ғой. 5-6 командамен өткен чемпионаттар. Ол кезде Қайратқа ішкі чемпионат қызық емес еді. Ол кезде Қайрат Чемпиондар лигасына дайындалатын. Биыл енді шыны керек Қайраттың Марлонды жалғастырып кетейін. Марлонды осы Чемпиондар лигасынан кейін бапкердің көңілі толған жоқ. Жарай жартылай финалда алып шықтың, бірақ финалға дұрыс тактика қоя алмадың деген сияқты айып болды. Ойыннан кейін де басшылығымен сөйлескен кезде де сондай болды. Көңілінен толмады. Неге? Біраз тактикалық тұрғыда қателескен бетіне басып айтты да. Артынша клубтың ойыншылары да Марлонмен ойнаса алмады.
Бұл шетелдік ойыншылар ма әлде біздің? Екеуі де. Шетелдік ойыншылар тіпті тіл табыса алмады. Отандық ойыншылар Біржандар, Дәурендер де осы Каканың кезінде көрсеткен ойынын Марлонның кезінде көрсете алмады. Өйткені Марлон барлығын отырысып қойды ғой. Енді кешегі анау соңғы ұлттық құрамамыздың іріктеу сайысына қатысқан кезде, соңғы ойындарына қараған кезде шынында да Біржанмен енді біз Дәуреннің ойыны екеуі бір жаңалық болып келіп, біз үлкен үміт артатын ойыншылар болды ғой. Өкінішке қарай екеуінен бұрынғы ойында мен өз басым көре алмадым. Екеуін де жақсы танимын. Соған осы Қайраттың жаттықтырушысының кінәсі бар деген ойдасың ба? Жеке өз басым сондай ойдамын. Өйткені ойын практикасы тіпті аз болып кетті. Марлон бразилиялық шет легионерлерге негізгі басымдық берді. Негізгі шепте Біржан емес, Дәурен емес, Денерлер шықты. Енді ол өзінің тактикасы испандыққа келген кезде ол оған нәтиже талап етті. Ол нәтиже үшін мен ештеңеге қарамаймын деді. Мына Каканың кезінде ол кішкене анау Дәурендерді ашты ғой. Оларға арнайы жаттығу ұсынып, оларға ойын практикасын берді. Марлонның кезінде болған жоқ. Бірақ бұл үшін біз Марлонды айыптай алмаймыз. Марлон ол сол үшін келді, ол нәтиже үшін келді. Енді ментал да бар ғой. Ментал да бар, иә. Енді былай қылайық. Қазір Қайрат пен Семей текетірес. Былай чемпионатта мысалы үшін екеуі қатар келді. Енді жартылай финалға шыққан 3-ші орынға Атырау мен Ақтөбе жаңағы жарысты. Сонымен қатар Аят бар, Ордабасы бар. Осы 7-8 клубта міндетті түрде кемі 3-4 бразилиялық ойыншы жүреді. Енді төменгі деңгейдегі жаңа командаларда ондай ойыншылар жоқ. Мүмкіндіктер жоқ. Жалпы осындай Европадағы барлық командада бразилиялықтар бар ма? Иә, барлық командада кешегі чемпион болған Пальманың өзінде 2/4, соның 1/4 Бразилия ұлттық құрамасының ойыншылары ғой. Барселонаны қарасаңыз да Бразилия ұлттық құрамасының ойыншылары. Бізге Литва, Латвия барлығында. Бразилия құрамасының бір ойыншысы келді ғой. Ферао. Ол аяғына шейін ойнаған жоқ, иә? Дисквалификация алып қалды, допинг дауына ұшырады. Қазір тексеріс енді нәтижесін күтіп отыр, қашан FIFA береді дегендей. Енді бұған дейін мысалы тек қана бразилиялық ойыншыларды көретін едік. Биылғы чемпионатта енді жаңа Қайраттың құрамында Аргентинаның ойыншысы болды. Сонымен қатар енді Ирандық арасында баяғы Тайби секілді бір арасында ойыншылар келіп отыр. Басқа да қай жақтың ойыншылары біздің чемпионатта ойнады, немесе шақырылып жатыр. Мен сізге де енді парагвайлық ойыншы ойнады Ордабасыда. Бір айналым ойнап шықты, кейін үйіне қайтып кетті. Негізі біздің Қазақстанға мынау үйренісетін ол бразилиялықтар. Өйткені олар бізбен менталды жағынан келем. Көпшілігі фавеладан, ауылдан шыққандар, олар тез сіңісіп кетеді. Аз ғана ақшаға да ойнай береді. Яғни етті де жақсы көреміз деп айтып қалдық. Иә, және қыдырғанды да жақсы көреді, жүргенді де жақсы көреді. Бір қатты условия талап етпейді. Кейін өзін дәлелдеп жатса, шығады. Ал испандықтар, европалықтар бізге неге келгісі келмейді? Өйткені біздің қала ұнамайды, менталитет ұнамайды, сіңіс алмайды. Содан көпшілігі тұра алмайды және барғысы келмейді. X2 сұрайды. Айлығын алып жүргеннен гөрі 2 есе жоғары айлық сұрайды. Оған біздің отандық клубтар бере алмайды. Сол үшін келмейді. Мысалы, Ресейдің кезінде дүмпу болды ғой 2000 жылдардың басында. Еременкінің кезінде бірнеше командалар үлкен пайда бола бастады. Қазіргі таңда мен де қараймын, енді аса қатты көп команда жоқ. Мысалы, бір жалпы футзалда ең көп командасы бар қай чемпионат? Бразилияда, мысалы, Испанияда қанша команда ойнайды? Чемпионатында 12 командада ойнайды. Сол жеткілікті, иә? Иә, жеткілікті, иә. 20-ға шейін апару ол қажетті емес, иә? Оның аса қатты қажеттілігі жоқ. Ол керісінше маусымды ұзаққа созып жібереді, және шаршатып жібереді ғой. Арнайы жүйе бар ғой сол. 12 команда бар, 8 команда ойнайтын чемпионаттар бар. Ары кетсе 16 ғой, енді 20 деген тым көп. 12 әдемі плей-офф ойнайды. Мысалы біздің Қазақстандағыдай ғой. 8 команда тұрақты түрде кәдімгідей нәтиже беріп келе жатқан мен осы екі-ақ чемпионатты білемін. Ол Португалия және екіншісі Испания. Иә. Испания енді оның өзіндік үлкен футболда да, футзалда да өзінің бір жаңағы тактикалары бар, өзіндік бір бағыттары бар деген. Стилі бар ғой? Стилі бар. Мен бір осы енді біз үлкен футбол десе бірінші кезек АПЛ, енді осы 5 чемпионат бар ғой, Англия, Италия, Испания, Франция, Германия. Неге Англияда дамымайды? Англия футбол былайша айтқанда ол бір болады ғой, мысалы менсінбеу деген сияқты, бұл баланың ойын деген сияқты. Жоқ, басында олар менсінбеді. Иә.
қазір қайтадан менсініп жатыр. Бірден ұлттық құрамасы кәдімгі іріктеуде ойнап жатыр. Иә, әрине жанкүйерлер де келеді. Осы олар төртеуге бөліп ойнай ма, әлде тек Ұлыбритания болып ойнай ма? жоқ, өздері Англия болып ойнайды тек қана. Англия. Мысалы, Уэльстің де командасы бар, Скотланд, яғни Шотландия, Иә. Солтүстік Ирландия бәрінде бар. Бәрінде бар, бірақ көпшілігі кәсіби тұрғыда дамытпайды. Англия қолға алды. Англия кәдімгідей ұлттық құрамасы бар. Олар іріктеуде ойнады. Әрине бәрінен ойсырай жеңілді, бірақ мен бақылап отырмын ғой. Қазір вектор алған. Европа өткен футзал дамытып жатыр. Және Англия ұлттық құрама және матчдейінен байқайсың ғой, матчты ұйымдастыруынан. Англия бұрындары бір спорт залда ойнай салатын еді. Қазір спорт залдарын кеңейткен, жанкүйерлер аншлаг толып отырады, мән беретін болған, кәдімгі трансляция жасайтын болған. Демек, Англия олар бір-екі циклдан кейін өз жайлы жақсы бір жарқын айтып шығады деп ойлаймын. Енді мысалы үшін қарасаң, баскетбол, волейбол, тіпті қолдопы, гандбол, мысалы әртүрлі чемпионаттарды қарап отырсаң, әсіресе Скандинавия елдерінде кәдімгі зал аншлаг бәрі бір әдемі өтіп жатады. Мысалы Германияға неге қатты қызық емес? Футзал ма? Иә. Футзал қызық Германияда. Биыл іріктеуде ойнады, таптамаша ойнады. Жақсы ұпайларды алды, бірақ кенжелеп дамып келе жатыр. Енді мысалы NBA туралы, Чикаго Буллс туралы, Джордан туралы жаңағы деректі фильм бар ғой. Иә, соңғы би деген ба? Мысалы солар кәдімгі арнайылап, соның арқасында NBA-ді көрерменін көбейтті, сондай бір үлкен бағдарлама болған. Футболда да мысалы қазіргі Қазақстанда жалпы әлемдегі ең футболға қызығушылық ол енді мысалы соңғы 20 жылдықта ол Роналду мен Мессидің бір-бірімен текетіресінің арқасында үлкен бір армиялар пайда болды. Футзалда осындай жоқ, әзірге? Футзалдың мен бір нәрсе айтайын, футзалдың армиясы бар. Ол жақта мысалы 3-4 мемлекет бар текетіресетін, бір-бірімен бәсекелесетін, және біз Қазақстан бар, арасына қосылып кетіп, кейбіреулердің орнын алып қоятын. Мысалы Португалия дейді, Рикардиньосы бар. Иә, Рикардиньо, кейін ана кім шықты ғой? Зики ма? Зики те шықты. Олардың өзінің несі бар. Олар ең мен мойындайтын екі ақ ел, ол Бразилия, Португалия, Европаны айтамын. Испания. Португалия және Испания. Испания бірақ соңғы кезде буын алмасу болып жатыр. Ол бұрынғы Испания емес. Иә. Мысалы бұрын Италияда мықты еді. Италия, білмеймін, соңғы 10 жылдың көлемінде аса қатты бір дами қойған жоқ. Италияның орнын бір Европа чемпионатына біз орын алып қойдық қой. Жұрттың бәрі Италия шығаттаған кезде. Енді соңғы мысалы әлем біріншілігі, Европа біріншілігіне қараған кезде Франция жақсы дамып жатыр. Франция кәдімгі қарқынды келе жатыр. Ұлттық құрамасы. Мысалы соңғы ойындары маған қатты ұнады. Мысалы Украинада жаман емес. Қазіргі таңда Европада бір 4-5 ел әлі алда тұр. Қай ел қатты дамып келе жатыр? Кәдімгідей үлкен бағдарлама қойып. Марокко дамып келе жатыр. Жоқ, Марокко ол Африка. Европаны айтайын. Европада дамып келе жатқан елдер сол Франция, сіз айтқандай. Өйткені Франция кешенді жұмыс жасап жатыр. Оларға дамуына көп дүние фактор әсер етеді. Бірінші кезекте жалпы спортқа деген, кез келген спортқа деген оларда мәдениет бар ғой. Сосын Франция футбол федерациясы дейді, ең көп қаржы табатын федерация ғой әлемдегі. Олар мысалы үлкен футболдан тауып алып барды. Барлық елде футзал мен футболдың федерациясы бір ғой, иә, бір ғой барлық жерде. Ұлттық құрамаға келген кезде барлығы бір. Мысалы футбол федерациясы Францияға ол қиын емес. Мына жақта үлкен футболда қаржыны алады да, мынау жаға жай дейміз ғой, бірақ футзалға бере салып, футзалды дамыту үшін. Олар не істейді? Европа чемпионатына заявка беріп жатыр, чемпиондар лигасының 4 финалын өткізеді, клубтық чемпионаттарын дамытады. Рикардиньолардың бәрі соларға барып ойнады ғой. Одан кейін оларда мысалы біз білеміз, Францияның үлкен футболы сондайдан өтті. Кішігірім қара нәсілдер баса бастады ғой мысалы. Бұларда мен бір түсінген футзалға африкалық ел, бірақ араб елдері бар ғой. Содан келгендер негізінен жақсы сіңісіп ойнап, және Франция құрамасының негізгі костягын сол арғы тегі мароккандықтар, алжирліктер бар. Солтүстік африкалықтар, иә. Сондықтан мысалы Нидерландыда көп. Нидерландтан толыққанды мароккалықтар ғой ол жерде. Данияда да кездесіп қалды кешегіде. Көп емес, бірақ Нидерландта мароккалықтар көп, өте көп. Олар да сол кезіндегі олардың дене бітіміне, жалпы ойнауына бір әдемі келісетін. Иә. Сол жағынан ана бір жарысқа қатысатын, бәйгеге қатысатын бір арық, жылдам, дриблинг, финт жасайды. Хабарман нелер болады ғой. Ол бұрында олар сондай еді, қазір футзал өзгерді ғой. Енді Португалия, Испания, енді
біз өте сондай өте білгіміз келетін халықпыз. Қаншалықты қаржы табады өзінің ішкі чемпионатында. Командалардың мысалы бюджеті, жаңағы спортинг болсын, жаңағы спортингте біздің Тайнан ойнайды. Олардың бюджеті қаншалықты былай өз-өзін ақтайды? Мен сізге айтайын. Трансляция, жаңағы демеуші келуі, мысалы АПЛ-дікі сұмдық қой. Енді футбол мен футзал салыстыру келмейді, бірақ мен сіз айтып кеткен клубтардың, мен Португалияда да болдым биыл. Оның алдыңғы жылы Испанияда да болғам. Енді бұл жерде бір оларға жеңіл тұсы бар. Өйткені спортинг ол үлкен спорт клубы. Ол үлкен спортинг футбол клубы бар. Барса дейміз, Барселона. Ол да Барселона бар ма қазір? Бар. Биыл кеше екінші орын алып қалды чемпионатта. Чемпиондар лигасына қатыса алмай қалды. Енді Картахена ойнайды, бірінші орынмен шыққан, және чемпиондар лигасын жеңген Пальма. Барселона тағы да тыс қалды. Бұл жерде айтайын дегенім, мысалы Барсаның ойына бардым мен футзалда. 26 евро төлейсің ойынға кіру үшін. 26 евро дегеніміз енді жақсы ақша ғой, лық толып отырады. Одан кейін трансляция бар, одан кейін электронды ледборд бар, соның барлығы айналып жатқан жарнама. Трансляция бар. Ең үлкен осы футзал ойнайтын алаң қанша сыйымдылық Европада ең үлкені? Менің ойымша 12-15 мыңдықтай бар. Бірақ баскетболдың, сол волейболдың маңайы. Иә, сол баскетбол, волейболдың. Ол жақта универсалды әмбебап. Біздің Қазақстанда бұлған келген кезде өте қиындау. Мысалы, кез келген европалық топ команданы алып қарайтын болсаңыз, мысалы, спортинг дейікші. Спортинг ол алаңында волейболда ойнайды, спортинг волейбол клубы. Баскетболда. Гандболда ойнайды, баскетболда ойнайды. Сетканы ала сатып қоя салады, ақша таба береді солай. Бізде ондай жоқ қой. Бізде Қайрат па? Қайрат ол қалан шетіне барып ойнайды. Бізге ең кедергісі бұл логистика. Алыс өте. Содан кейін жалпы спорттық клуб деп талай осы айтып жүрміз. Бізге қаншалықты оның қызығы бар ма жоқ па? Біздің мысалы елдегі адамның саны да бұған әсерін тигізеді, осындай жақтары бар. Енді бізде 2000 жылдары біз Европаға, яғни УЕФА-ға өткеннен кейін жоғарыдан кәдімгі үлкен облыс әкімшіліктеріне кәдімгі үлкен кісінің өзінің тапсырмасы берілді. Клубтарға облыстық бюджеттен ақша бөле бастады. Тіпті бәленбай миллиардқа шейін бөле бастады, оны ешкім есептеген жоқ. Бұл мысалы үшін үлкен футболда ақша бөлмеу керек деген адамдардың бірімін, бірақ енді бұл қай жағынан мысалы үшін есепсіз андай мысалы астыртын жұмыс жасау, енді өзің көріп жатсың ғой, кішкене ақша бөлінбей қалса көп команда қирап қалады. Үлкен футболдағы Тұранның қазіргі жағдайы, кеше Қызылжарда ақша алмай жатыр дейді. Енді мысалы Атырау ары бері болып қалды, тіпті ең грант саналатын Ақтөбенің өзі де бір кездері ертістің жағдайы, оның бәрін бізге білесің. Енді мүмкін футзалға да осындай кішігірім қаржы бөлу керектігін тапсырма керек па? Жоқ, футзалда академияларға бөлу керек, бірақ кәсіби клубтарға әдемі келе жатыр. Қайрат мысалы, Семей клубын қараңызшы, 2 жылдың ішінде жарқ етіп шықты. Әкімдіктен тек қана академиясына ғана бүлдіршіндерге ғана алады. Негізгі қаржы көзі жекеменшік қой. Осы біздің чемпионаттағы командалардың ең үлкен бюджеті мен ең аз бюджетінің ара қатынасы, яғни қаншалықты? Мысалы, енді Қайрат шығар, Қайрат пен Семей шығар, ең төменгі бюджет, ең жоғары бюджет. Қанша? Ең төменгі бюджет 200 миллион мен 250 миллионмен алып шығады бір маусымға. Бізде мысалы үшін Тұлпар, екінші лига, үлкен футболдағы екінші лига, немесе бірінші лигадан да одан да бюджеттер көп командалар бар. 200-250 миллионмен бюджетті алып шығады. Ал жоғарғысы ол енді Қайратты білесіздер, ол ешкімге жасырын емес. Ол кәдімгі 1 миллиард, 1,5 миллиардпен кәдімгідей маусымда аяқтайды бір жылға. Сондықтан 1,5 миллиардпен 200-250 миллион салыстырыңыз. Сондай айырмашылығы, яғни 5 есе көп қой, 5 есе көп. Және мен сіз әңгімеңізді арыға жалғастырып кетейін жауабымды. Семей жеке клуб, ол Абай облысының әкімдігі, оған тек қана алаңмен көмектеседі, және кішкентай бүлдіршіндердің академиясы секциясына бөледі. Мысалы, балалар футзалы деген сияқты. Ал негізгі барлығы ол үлкен компанияның жеке жобасы. Олардың 3-4 жылғы стратегиясы бар. Және олар стратегиясымен келе жатыр. Бірінші жылы ішкі чемпионат, екінші жылы чемпиондар лигасы деген сияқты әдемі. Қайратта жеке клуб ол. Бірақ Қайраттың маған ойнайтын жері ұнамайды. Неге? Балуан шолаққа ойнамайды. Қымбат па? Біріншіден қымбат.
екіншіден бірақ ол қымбат деп қоя салып жаба салуға болмайды, оған ақша табуға болады дейді. жоқ, ол жерге деген ана адамдарды көруге, өздері ойнайтын жері ана қаланың жоғары жағында, оған адам іздеп бармаса арнайылап, білмеймін. Кеше ана соңғы финалда бір сәл Спорт залда өтіп жатқан сияқты ма? иә, бір андай мысалы Семейді қара, қандай әдемі картинка. Мысалы бізде жалпы үлкен футболдан қарағанда футзалдың мысалы залдары көп қалада шешілген. Мысалы Таразда қандай әдемі зал бар, егер жарғын дұрыстап не істесе, Түркістанда қандай. Енді қай қалада осы залмен проблема бар? Атырауда қатты емес сияқты? Жоқ, Атырауда проблема бар. Атыраудың залы Терафлекс. Ол жерде ол жарақатқа қатты қауіпті. Сондықтан ол Терафлексті енді ауыстыру үлкен керек. стадионнан қарағанда кішкентай осы футзалға арналған комплекс қылып, жаңа ішіне волейбол, баскетбол бәрін ойнататын бір үлкен зал істеп қойған қайда ыңғайлы емес па? Иә, Орал істеді ғой. Батыс Қазақстан істеді ғой. Ақжайықты ашты, тамаша, ертең ол жақта кубоктың да кезеңдері өтуі мүмкін. Бұрындары біз сол бәйтеректің паркетінде футзал түсіру мүмкін емес еді. Кішкентай спорт залдың ішіне адам кіре алмайтын еді. Бәрі біз шетелге, біз ютубқа шығардық қой футзалды. Ана адамдар қарап отыр, астында комментарий бразилецтер жазады, аналар ұялатын едік та. Мүмкін көрсетпей қоямыз, бірақ көрсетпей қоймайсың ғой, мысалы. Қазір ең күшті зал ол қазір Батыс Қазақстанда, мысалы Оралда. Қызылордадағы салынып жатқан стадионның ішінде жоқ па? Олар бөлек салып жатыр, ол жеке кәсіпкерлер бөлек спорт кешенін салып жатыр. Жалпы Қызылорда деген ол енді ұзақ әңгімелесетін мәселе. Жоқ, енді мысалы бізде мысалы әуесқойлар арасында өтеді Қызылордада. Мысалы үлкен ірі республикада турнирлердің бірі міндетті түрде Қызылордада өтеді. Әуесқойлар арасында. Әуесқойлар арасында. Мысалы арнайы сол жерде осыған ақша салғысы келетін бір жақсы үлкен турнирлер бар. Ол былай ғой, ол жақта мысалы кәсіпкерлер бір реттік жарыс ұйымдастырады. Ақшаларын 10 миллионнан аямайды, құяды. Евразия спорт кешеніне барады, бүкіл Қазақстаннан мықтыларды жинайды, өткізеді, сыйлықтарын таратып, 1-2 күндік мереке болады. Бірақ оның эффектісін ары қарай алып кететін әкімдік ешкім жоқ қой. Сен ол жерде сен ондай жарыс өткізе бергеннен ештеңе дамымайды ғой. Сен бірінші кезекте балалар футзалы керек, жасөспірімдер футзалы керек. Сенде кәсіби футзал командасы болу керек қой. Сол кезде сенде кәдімгі жүйе қалыптасады. Қызылордадағы балалар футболдан футзалға келе бастайды. Қызылордадан ат шыға бастайды. Сен мысалы мұндай жарыс өткізе бересің. Ол анау мерекеге, тойға жақсы да. Көз тояды, бір демалып қайтқанға сембек. Бірақ сенде кәсіби футзал дамымайды. Сенен кәсіби футзалдың өкілдері шықпайды. Инфраструктура жағынан айтып отырмын да. Енді былай, мен үлкен футболға қарным ашатын тұстарын айтайын. 1-2 ғана стадион бар, толтыратын 1-2 қала. Енді Ақтөбе, Қайрат бір кездері қатты жұмыс жасады. Мен осы жақында сол Ақтөбенің осы клубқа қатысты балдарымен сөйлестім да, сендер билеттен ақша табасыңдар ма деп. Бір жылда енді Европалық ойындары бар, жаңа Еврокубоктар бар, жалпы бәрін алған кезде 200 миллионнан астам қаржы тауыпты. Яғни ол да былайша айтқанда жұмыс қой, маркетингті жүргізіп, адамдарды шақырып, жарнамасын жасап, қосымша клубтың жаңағы футболкасы бар, басқа да атрибуттар бар, әртүрлі сатып, неге клуб өзіне пайда табуға атсалыспайды? Бізде көп клубтар бюджеттен ақша бөлдіреді, соны игеру керек, ол адам келіп жатыр ма, неге соған қызықтырмайды да? Мини футболда, яғни футзалда осындай жақсы жұмыс қойылған қандай клубтар бар? Семей? Тек қана Семей. Мынандай мәселе, мысалы Ақтөбеде де, мысалы Атырауда да қараймын, үлкен футболдан қарағанда екінші орында қалып қойған сияқты. Әлде олай емес па? Жоқ, бұл жерде Ақтөбенің егер бір әр клубтың бұл жерде футзалда тағдыры әртүрлі. Барлығына бірдей қарауға болмайды. Мысалы Ақтөбе дейтсек, Ақтөбеде ол Ақтөбе футзал командасы ол кәдімгі үлкен Ақтөбенің інісі сияқты қарайды оған. Оны мойындауымыз керек. Өйткені Қон спорт кешенінде өтеді. Енді ол жердегі жігіттер бар ғой, еңбек етіп жатыр, берілген бюджетке сай, өзінің ақтөбелік жігіттер, сөз бразилиялықтарды қосып ойнайды. Бірақ енді Ақтөбенің футзалын көтеру үшін оған бөлек кәдімгідей ден қою керек. Оны кәдімгі бөлек бюджетін беріп қойып, талап ете білу керек. Мысалы мен Ақтөбенің бюджеті биыл Атыраудікінен кем болған жоқ. Мен сізге айтайын, көп Ақтөбенікі топ 1-4-тегі бюджет болды ғой. Соны жай игеру мәселесіне келген кезде әдемі етіп көрсету деген мәселе бар. Енді дүкен ашпаса, ол клубтың проблемасы. Ақтөбенің мен 13-ші секторын білем, ана дүкен ашып қойған, сол жерден сатады, өздері содан пайда көреді, әртүрлі перформанстар жасайды. Енді футзалға жанкүйерлер сол футболдан келеді ғой.
Сондықтан бұл жерде Ақтөбеге футзалға кішігірім өзгерістер енгізу керек, көзқарасын өзгерту керек. Жалпы Қоныстың үлкен өзгерді. футболдан футзалды екеуін ажыратып тастаған дұрыс деп ойлайсың ғой. Бұл жерде кейбір клубтар әрине былай қарауы мүмкін. Мысалы үлкен қайрат пен футзал екеуі Бөлек. емес қой, Бөлек, иә. Сондықтан да оған көзқарас бөлек. Бұл жерде мысалы үшін меніңше былай сияқты. Мысалы Ордабасыға үлкен футбол ақша бөледі. Мини футболға келген кезде басында жоспарланған кейбір ақшаны алып қоятын секілді көрінеді. Сондай әңгіме болды ғой. Ол болды, иә, сондай ғой. Мысалы баяғы жамауларын жамаймыз деді да, сонымен футзалға бөліп, артынша сол бюджеттің негізгі бөлігін үлкен футболға жіберді, қарыздарды жабу үшін. Көрдің ба? Бұл жерде қарым-қатынас солай. Мен айтайын дегенім, енді бұл жерде біз қазір зерттеп жатсақ, ол журналистік зерттеуге кетіп қаламыз. Біз Ақтөбе неге мынандай деген сияқты. Мен қысқа нұсқа айтатын болсам, Ақтөбеде халық футзалды жақсы көреді, бір емес екі командасы болды. Рахмет деген команда болды. Рахмет жеке клуб, бірақ әкімдіктен қолдау таппады да жабыла салды, дұрыс па? Ой, ол жерде қандай балалар жан жаққа кетті, шашырады. Соны ұстап қалуға болатын еді. Екіншісі Ақтөбе футзал командасы. Ақтөбе футзал командасының бюджет жоқ емес, бар, өйткені Ақтөбе үлкен футболдың бәрі бір отбасы ғой, бір спорт клубы сияқты болып кеткен. Менің ойымша ол жерде екі нәрсе. Топ трансфер жасау керек еді. Жақсы аты бар әлемдік, мысалы Ферао сияқты алып кел, жарнамала, сосын қоныс спорт кешенінің ішін косметикалық тұрда футзал көруге условияларды жаса. Мысалы Семей арена сияқты. Электронды борттар қой, паркетті дұрыста, көрермендерге жарық қой. Билет сөйтіп жасасаң, матчдейлер жасасаң, адам тартылады. Ал егер сенде матчдей жоқ, сенде электронды борт жоқ, сенде командаңда топ трансфер жоқ, мысалы, онда ешкім қызықпайды. Егер сондай дүниелер жасалса, мысалы, онда адамдар келетін еді. Мен мысалы айтайын, Ақтөбенің бір кезде чемпиондар лигасында ойнады ғой. Иә. Сол мүмкіндікті солар сол кезде бекер жіберіп алды деп ойлаймын мен. Сол кезде соны әкімдік ары қарай қолдап, топ трансфер жасап, кәдімгі бөлек ұядан ұшырып жүрген кезде Ақтөбе қазір чемпиондар лигасында жылда ойнайтын клубқа айналатын еді. Сол бір мүмкіндікті менің ойымша, сол кезде Ақтөбеде сондай проблемалар көп болып кетті ғой, басшылық ауысып. Сол кезде жіберіп алды деп ойлаймын мен. Енді оны қайтару үшін үлкен кешенді кәдімгі қаржы құю керек, топ трансферлер жасау керек, үлкен өзгерістер жасау керек. Өйткені қазір Семей мен Қайраттың гегемониясын бұзу оңай емес. Енді түсінікті, әр клуб туралы біраз ойлар бар еді, енді ол біраз ұзақ әңгіме айналып кетеді. Кезінде Кака, біздің ұлттық құраманың бас жаттықтырушысы, бір жоғары жаққа ұсыныс айтып жатырмын деді. Меніңше екеуміз бірге алған сұхбатта ма, немесе бөлек сұхбат бергенде ме, ол айтты, мына үлкен футбол пен футзалдың бірігіп дайындалуы. Яғни Бразилияда ол бір жолға қойылған жоба деді. Енді әр клубтың өзінің футзал командасы болды ол кезде. Иә. Сол енді бұл бізге жақсы келетін, яғни біздің оң жамбасыма келетін дүние ме еді сол? Менің ойымша ол оң жамбасымызға келетін дүние еді, бірақ қазіргі таңда ол бірте қиын болып кетті. Өйткені бізде қазір заң шықты ғой. Легионерлерді мемлекет есебінен қаржыландыруға тыйым салды, дұрыс па? Бұл мини футболға да қатысы бар, иә? Енді мысалы Ордабасы дейікші ал. Иә. Ордабасы клубы енді 1,2 миллиард алды дейік. Иә. Легионерлерге енді сол ол ақшаны ішінде футзалы да бар ғой. Иә. Сондықтан олар футзалға бөлгісі келмейді. Ол 1,2 миллиард алды ма, болды. Өздері игергісі келеді ғой. Сондықтан көп клубтарда сондай, ол керісінше дәл ондай жағдайды жасағысы келмейді. Жоқ, жаңағы футзал мен үлкен футболды бірігіп дайындату деген не сөз сонда? Ол түсінікті ғой, енді мысалы яғни үлкен футболдан жол болмағандар футзалға өтіп кетеді, футзалдан үлкен футболға өтіп кету деген сөз ба? Мысалы Рональдиньо дегендер сол футзалда да ойнаған, әсіресе дриблингтері өте мықты ғой. Бразилияда да біз айтып кеткен сол, анау Португалияда да сол ғой. Олар кәдімгі мысалы футбол ма үлкен үйірме, соның ішінде кәдімгі футзалдың да уақыттары бар олар. Футзал ойнайды, футзал жүреді 13 жасқа дейін, футбол мен футзал қатар ойнап жүреді. Кейін қайсысы ыңғайлы, соған таңдау кетеді. Мысалы, скауттар клубтың басшылығы қарайды да, так 13-ке келген кезде мынау футбол ма, футболға кетеді. Анан қарайды да футзалға жібереді. Немесе анан айтады, сен футболда көрмейміз дейді, анау алады да футзалға кетіп қалады. Ол Игита да үлкен футбол ойнаған, Винисиус та футзал ойнаған. Біраз футзалдан шыққан ғой, Рональдиньо да. Мысалы, Португалияда да сондай. Бенфиканың футзал клубы бар. Олар футзалда жүреді, үлкен футболды қатар ойнап жүреді. Қайсысына ыңғайлы футзалға кетіп қалады, немесе футболға кетіп. Спортингта дәл солай. Қазір Порту командасы да футзал командасын ашып жатыр.
олар да сол жүйеден өтеді. Олар ана футзал басқа Европа елдерінде ондай жоқ қатта. онда. Басқа жоқ. Басқа көптеген елдерде футзал бөлек, футбол бөлек. Мүмкін бізге ол келер ме еді? Жасауға болатын еді. Ол енді ол сұрақты. Енді футбол академиялар ашылып жатыр. Әр клубта өзінің жаңағы ойыншылары бар, кішкентай балаларын дамытады. Мүмкін соларға соны қосып көрсе қалай болады? Эксперимент жасап көрген клубтар бар ма? Эксперимент жасап көрген клубтар жоқ, мен тек қана бір ғана ол эксперимент емес, ол кәдімгі табиғи түрде орын алған жағдай, ол Қарағандыдағы Шахтер мен Тұлпарды айта аламын. Өйткені Шахтер қыста футбол жоқ, бәрі демалысқа кетеді, балалар қыста футзал ойнайды, Тұлпарға барады, сонда чемпионатта ойнайды, сөйтіп техникасын дамытады. Басқа андай бір кәдімгі арнайы жоба қабылдап, мына балалар футзал ойнасын, футзалдан кейін футболға өтсін, немесе футболдан футзалға өтсін деген ондай бағдарлама болған жоқ. Каканы түсінуге болады, бірақ қазіргі таңда менің ойымша бұл өте қиын, өйткені бір кейбір клубтар соны пайдаланып көрсе болады ғой. Болады. Клубтың өзінің, әр клуб бастаған кезде бір стратегиямен жұмыс істейді ғой. Егер стратегиясында сондай мүмкіндіктер болса, істесін. Мүмкін мына оңтүстік аймақтағы командаларға ол кішкене жақындау ма деп ойлаймын ғой. Ұлттық құрама жайында Армениядан ұтылдық. Өте өкінішті бір соңғы ойындар кәдімгідей, білмеймін, бір үлкен футболды қарамасам да аса бір қатты ауыр тиді ма? Бәрімізге ауыр тиді. Енді өзіңе мен хабарластым сол кезде, неге бұлай деп. Енді өзің түсіндіріп бердің. Мына Армения құрамасындағы алғашқы төрттік бұл Ресейде ойнаған, Ресейдің жаңағы чемпионатында ойнап жүрген жігіттер бір төрттік жасады. Біздің құрама енді білмеймін, жігіттер көрер көрмес соңғы кездері біздің ұлттық құрамаға бір-екі жас ойыншыларды шақырады. Енді бірден құрамаға кіріп, бірден бір жаңа әдемі ойнап кеткен Біржан мен Дәуренді ғана айта аламын. Соңғы келген әрқайсысында бір 4-5 ойнайды жоғалып кетеді. 4-5 ойнайды жоғалып кетеді. Алдында бір Жұма деген жігіт болды. Одан кейін кім ана? Төре Ниязов бір шығып, бір кіріп жүр. Әбдіманаполо деген бір бала бар. Төрехан Досов бар, солар шығады. Бір неге аяғына шейін кетіп қалмайды. Қарайсың ұлттық құрамаға сол баяғы Азат Валюлин, жаңағы Столп деген сияқты. Шыңғыс жүру 40-қа жақындап қалған. Құрдас. Енді 35-теміз. Жоқ, шынымен бұл жерде проблема қай жағынан деп ойлайсың? Енді сен оған жауап бересің бе, бермейсің бе? Енді футзалға жауапты адамдардың бір есебінде сұрап отырмын да. Енді мысалы Какады сұрасаң, Кака деңгейі жетпейді. Әйтеуір әр ойын сайын осы енді үлкен жаңағы құрамды айтады ғой. Соның ішінде бір-екі ақтөбелікті көріп қаламыз, жаңағы Құлбаевты, кім алдында Қарағұлов жүрді, бір рет жаңа кімді Қайрат Еманалин шақырды, бірақ олар сәйкесінше аса қатты көп ойнаған жоқ, енді жастары келді ме білмеймін. Осындай шақырады да, бірақ ұлттық құрамаға бір сіңіп аяғына шейін ойнап кеткен жастарды көрмейсің. Сосын соңғы ойындарда да Біржан мен Дәурен жаңағы жарақатына байланысты ма бір ойынды көре алмай қалдық. Бірінші кезекте қазіргі таңда бір жыл болды мен футзалға былай жауап беретін адам емеспін. Оның алдында ішкі Қазақстан футзал қауымдастығында вице-президент ішкі проблеманы білесің? Білем. Оған бірнеше факторлар әсер етеді. Бірінші кезекте біз әңгімемізді бастаған кездегі ол Қайраттағы бапкердің ауысуы, Кака кетіп Марлон келді. Марлон отандық ойыншыларға мүмкіндік бермей қойды. Сол себепті де Біржан, Дәурендерде спад пайда болды. Ол бір. Екінші кезекте жарақат, ол сөзсіз. Барлығы жарақатпен ойнады. Биыл жалпы Қазақстан футзалында ұлттық құраманың біраз ойыншылар жарақатпен ойнап шықты 5-6. Ол да әсер етпей қоймады. Ол екі. Одан кейін біз Игита, Лео, Дугластардың жасы келіп жатқанын ескеруіміз керек. Олар темір емес қой. Олар да қартаюда. Кәдімгідей білінеді. Дугластардың үлкейіп кеткені. Қартаюда. Сондықтан ол да әсер етеді. Ол екі. Одан кейін бұл жерде енді Кака дейміз. Кака мысалы ұлттық құраманың бапкер ретінде біраз жыл болды келе жатқанына. Кез келген бапкерді оқуға болады. Кез келген ойыншыны оқуға болады. Бұрын мысалы Игита емін еркін әр матчта 1-2 гол соғатын еді. Қазір Игитаға қарсы емін тапқан. Каканы да зерттейді, Каканың ойын стилінде зерттейді бапкерлер. Бүкіл жерде бар, оны ютубта ашып қойсаң ұлттық құраманың ойынын көресің. Сондықтан Каканы да зерттей бастайды. Соның барлығы бір пазл болып жиналды. Және нәтижесін осы мінекей мынау стик ойындарында іріктеу кезеңінде көрдік қой, Европа чемпионатының көп нәрсе әсер етті оған.
сосын біреулер айтады ішкі чемпионат қиын, интенсивный, біз жарақатпен келеміз, ауыр қиналып келеміз дейді. Енді ол Испания барлық жерде де сондай ғой, Португалия, ол себеп емес деп айтамын. Өйткені кейбір біздің ұлттық құраманың ойыншыларынан сұраймын ғой, неменеге мынау ойнай алмайсыңдар деп. Біз ішкі чемпионат ауыр, қиналып, нагрузкамен келеміз дейді. Мен айтамын да, Испания, Португалияда да сондай ғой деймін да. Ол себеп болмау керек. Менің ойымша бұл жарақат болды. Екіншісі қайраттағы бапкер мен ойыншылардың арасында қарым-қатынас болды. Үшіншіден, менің ойымша бұл жерде мен Каканың еңбегін жоққа шығарып жатқан жоқ. Кака бұйыртса осы өтпелі ойында да ойнайды, шығарып ары қарай Еврода да ойнайды деген ойдамын. Бапкер болып береді деп. Бірақ Каканы да бірте-бірте қарсыластар оқи бастаған сияқты. Кейін бір жерде көп отырып қалса, бапкер тұрып қалса, онда кішігірім ойыншылар да бір сол стильден шаршай бастайды. Оны да түсіну керек. Екіншіден, жаңадан келген адамдар ол жаққа кіре алмауы да мүмкін. Сол да сіздің жауабыңыз деп ойлаймын сұрағыңызға. Өйткені сен ол жерде қалыптасқан механизм бар, сен механизмге кіре алмайсың. Өйткені мүмкін Кака кетсе, басқа біреу бап көрсе, Төрехандар ойнап кететін шығар, Пиало ойнап кететін шығар, тағысын тағы. Бірақ қазіргі реалида қарайтын болсақ, Кака бапкер, және Какада әлде болса иммунитет бар. Өйткені ол өтпелі ойынды ойнаса бір дәлелдейді. Европа чемпионатында дәлелдеу керек. Мынау бар құраммен. Өйткені ол кісінің де айтатын себептері сол ғой. Мынау жарақат болып қалды, мынандай болып қалды, мынандай болып қалды деп. Енді қазір ешкімде жарақат жоқ. Кеше финалды көрдіңіз. Біржан Оразов қалай жүгіріп жүр. Ешкімде жарақат жоқ қазір. Нагрузка жоқ. Чемпионат аяқталды. Бәрі бірдей. Какаға карт-бланш берілді, өтпелі ойынды ойнайсың, бір ғана ойыннан тұрмайды, қонақта да үйде де ойнайсың, және Европа чемпионаты бар, ол жерде жат емес, Литва, Латвияда, Қазақстан ойнаған, сенде барлығы бар. Эдсон да қосылады ертең. Эдсон қосылады. ЖЖ-ші. ЖЖ менің ойымша, енді көп адамдар біреулер керек дейді, біреулер керек емес дейді. Мен кейбір біздің ұлттық құраманың ойыншыларымен сөйлессем, қазірден бастап оны қоса берген дұрыс шығар, өйткені осы Евродан кейін Дугластар кетеді ғой дейді. Сондықтан мысалы былтырғы әлем біріншілігінде Тайнаның жоқтығы білді. Эдсон мен Тайнаның жоқтығы білді. Тайнаны бір кейде андай жүгіріп жүрді ғой, ерке бала кейде кәдімгі діңк еткізіп тепкені, кәдімгі бір сол аяқпен ойнайтын адам көп емес қой негізі. Былайша айтқанда. Әрине. Кәдімгі жоқ болғаны білінді. Әрине. Эдсонның жоқ болғаны да білінді. Иә. Оны мойындауымыз керек оны. Иә, мойындауымыз керек енді. Сосын Денис туралы біраз әңгіме болып жатыр. Енді бір жақындап қалған кезде қазір Қайраттан кетеді деді. Қақпашы Денис Пальмаға кетті. Бүгін әлеуметтік желіде, Инстаграмда қоштасты Қайратпен. Оған себеп бұл жерде енді Сократ менің досым, бірақ маған ақиқат қымбат дейді. Бірақ бұл жерде енді ешкімді кінәлай алмайды. Қайрат өзі Қайратқа ол айтқан, менде мынау желтоқсанға дейін келісім шартымызды созайық деп. Енді сол кезде Қайратта проблема болды ғой. Жоқ, Қайратта проблема болсын болмасын, ақыр осылай кетіп бара жатқан жақын уақытта біледі. Неге? Федерация осы жөнінде ақпарат алдын ала алып отырып, кішкене өзіне, мысалы кезінде проблема шықты ғой, кімнен? Рамазан Оразов па. Сон бір күнде федерацияның басшылығы шешіп берді ғой мысалы. Енді қараңыз, бұл жағдай қай кезде болды? Денистің келісім шарты жайлы. Жаңа жылға дейін болды ғой? Жоқ, жаңа жылға шейін болсын болмасын, осы жерде футзалға жауапты басшылар бар емес пе? Бар. Солар неге алдын ала дайындап жатқан кезде неге қарамайды? Бұл мысалы клубқа бәрібір. Қазір клубтың басшылығы сөздің ашығы керек, ол өзінің тапсырмасы бар. Яғни өз алдын ала жоспарланған не бар? Ол чемпиондар лигасына шығу. Енді қазіргі таңда Семей пайда болғаннан кейін бұрынғыдай мысалы Қайраттың басшылығы менің ойымша енді Семейден алғаннан кейін ол бұрынғыдай енді кішкене өкпелеп қалуы мүмкін, арасында кейбір қисық дүниелер болатын болса. Мен сізге қызық айтайын. Енді кейін енді ренжімесін, бізде ана Нарумда тұрып жатыр, кеше біраз жігіттер тұрып жатыр, бірақ қиын. Бұл жерде мен сізге айтайын, федерация түгілі ол Қайраттың бастығын өзі білмеген ол жайлы. Денистің кетейін деп жатқан. Жоқ, онда Қайраттың басшылығы білмесе де есіне сақтау керек қой, бұл қашан кетейін деп жатыр. Сол ана жігітке шығып, мысалы үшін алдын ала сен мәселең болса,
алдын ала айтып қой. жоқ, мен сізге түсіндіріп берейін. Бірінші кезекте бұл бұрынғы енді біз қазір көрермендер шығады, айтуы мүмкін, ой, өзіміздікі. Мен түсінемін өзіміздікі. Мен де патриотпын, бірақ дегенмен сен нәтиже маған қымбат қараңдар, десеңізші. айтайын, былтыр сөздің ашы керек, артық асырғанда жоқ қой. Бір мысалы Әзербайжан ағайындарда кезінде топырлатып 7-8-мен ойнатып жүрді ғой. Көп команда солай ойнады. Грузияңда тіпті бізден үлкен Ресейдің өзінде 6-7 адам ойнап жүрді мысалы кезінде. Бірінші кезекте бұл Қайрат басшылығы да білмеген бұл жайлы, Денистің кетейін деп отырмын. Басшылығы дегенде мен Оразбеков мырзаны айтып отырмын. Ол кейін ақпарат әлеуметтік желіден шыққаннан кейін барып біліп мән-жайды зерттей бастаған. Ол федерацияға Ол қазір келісімшартты бұзса үлкен ақша, үлкен ақша. Ол Семейге кетеді деген де өтірік әңгіме. Ол Пальмаға кетті, болды. Ол агент Сирила деген футболшы бар ғой, Ресейдің бұрынғы. Сол алғанда ол айтқан желтоқсанға дейін шешсеңдер шешіңдер, шешпесеңдер шешпейсіңдер. Шешпеген, алғанда Пальмамен келісімшартты отырып тастаған. Пальмаға барған кезде де ол бірінші қақпашы болмайды ғой. Мүмкін, дәлелдейді ертең өзін. Ақшасын алып тұр, ең бастысы. Пальма Денис сұраған ақшаны беріп тұр. Бразилиялықтар енді беріп тұрған ақшасын алса болды ғой. Содан кейін мен сізге айтайын, бұл жерде Қайраттың ішінде де ауыс түйістер болды сол уақытта. Бұрынғы істеген директор кетті де орнына жаңа директор келді. Сол аумалы төкпелі кезеңде Денисті жоғалтып алып отыр. Соны Оразбек мырза білмей қалған. Спорттық директор қазақстандық па? Иә, бұрынғысы қазақстандық, қазіргісі қазақстандық емес. Бұрынғы қазақстандықтың шешіп кеткен шаруасы ма? Қазіргісі ма? Бұл жерде мынандай ғой. Қазіргі мына кешегі Густаво Пареда, ол директор ғой сол негізі. Сол келген. Соның осы қателігі. Қателік бола ма білмеймін. Иә, сол кісі алып қалу керек еді. Өйткені оның алдында Әсемгүл деген. Оған жақсы тапсырма берілмеген. Тапсырма берілмеген, және ол енді келіп жатқан кезде Денис кетеді деп те ойламаған шығар. Жүреді деп те. Бір кезде кеткеннен кейін барып, ол Густаво да ештеңе дей алмаған, ол Денисті Оразбеков мырза да шақырған. Ол айтқан, мен барлығын құрметтеймін, бірақ менде контракт тұр. Контрактты егер қалдырғыларыңыз келсе, онда сіздер мынанша төлеу керексіздер деп, мен қалсын десеңіздер. Ол кезде уже 20, 30, 200 есе контракттың бағасы өсіп кеткен. Сондықтан бұл жерде менеджментте кейдегі бір кезіндегі ауыс түйіс кезіндегі зияны осындай Денисті жоғалтуға алып келді. Оны клубтың басшысы білмей жатқан кезде федерация қайдан біледі ол кездегі. Ол кездегі федерацияда енді Барменқұлов еді ғой президент. Одан кейін Дудин деген генсек болды. Одан кейін қазіргі Қазақстан футбол қауымдастығының президенті Қосмұхамедов. Сол кісілер ден сұрау керек, неге үйттіңдер деп. Ол кісілер енді сіздің подкастыңызға келген кезде мүмкін сұрарсыз. Әдемі ұтылып кетті. Жоқ, шын ғой енді. Шынымен, бірақ енді білмеймін енді. Мен де өзінен де сұрадым, Денис қайда кетіп баратсың деп. Мен айтады да, ол айтады, мен декабрьге дейін жүрдім ғой күнде деп. Айттым, мен елеген жоқ қой дейді. Мүмкін саған айтқан кезде сен айтар ма едің, Айтпаған ғой, маған айтса, жазып жіберсе, Денис Нұрсұлтан, мен де осындай айтыңдаршы, мен айтатын едім. Мен ол кезде футзалдан да кетіп қалғам қызметтен. Мен өзіммен өзім жүрген адам едім. Кейін барып ақпарат ести бастаймын, өйткені иіс шыға бастаған сездім. Кейін барып қарасам, мен Денистің өзіне жеке шыққан кезде мен кетіп қалдым, контрактым осындай. Сосын Семеймен барама деген ақпарат шығып кетті ғой. Семейге сұрасам, сұрап атқан ақшасы өте көп, оны қанша біз Мбаппені ала салмаймыз ба дейді. Сонымен Денис жоқ енді. Қақпашыларға қандай тағы варианттар бар? Далтон бар. Бәйтеректегі Далтон ше. Бразилия 8 жыл болған екен тұрғанда Қазақстанда. Олдан бір нұсқа, біреулер Далтонды ұсынады, Далтонды алайық дейді. Ал жастарға келетін болсақ, кеше мен Португалияда U19-мен бардым. 2 қақпашымыз бар, бірақ оларға әлі үлкен мектептен өту керек, әлі шекілеу. Енді көп командалар, мысалы үшін Семей деген үлкен клубтар, мысалы Қайрат болсын, олар бірден келіп жас қақпашыға мүмкіндік бермейді ғой. Әрине. Мысалы Нарунның өзі де көп ойнай бермейді ғой, мысалы. Нарунға менің жеке ойым бір басқа клубқа барып ауысып өзін көрсету керек сияқты. Ана жерде ертең жаңа бразилиялық келеді ол жаққа. Денис кетті, орнына жаңа бразилиялық келеді. Бірінші номер. Нарун тағы да екінші болайын деп тұр. Шарапиден тағы үшінші болайын деп тұр. Жүре бересің ғой мәңгілік, ол медаль алып, дұрыс, әдемі, анда-санда шығып, бірақ өз-өзіңнің әулетіңді көрсету керек деп ойлаймын. Менің ойымша Нарунға уақыт келді, бір басқа клубқа барып дәлелдейді. Тайнанның қайтып елде ойнауына мүмкіндік бар ма? Тайнан елде ойнауына мүмкіндік бар, бірақ қатарынан 5 жыл тұру керек па әлде? Иә.
болды, оны жоғалтып алдық, және ол тайынан келгісі келмейді. Мен кеше Португалияға барған кезде оның әйелінен де сұрадым, қарындасымен танысып, қарындасынан да сұрадым, тайнаның өзінен де сұрадым. Оған Португалия ұнайды, өйткені 5-ақ сағат ары қарай Сан-Паулоға ұшып баруға. Тілі бір, менталитет бір, ауа райы келіп тұр, қыс емес, ішкі чемпионат неде қызық. қарайсың ғой, жаңағы командалардың несінде шығып тұрады ғой, азаматы Қазақстан деп жазылып тұр әлі. Иә, азамат Қазақстан. Сондықтан мен сізге айтайын, ол сол үшін, сол өзінің менталитеті үшін, сол жақта ыңғайлы болу үшін неге кетті Португалияға. Мысалы, Лео дейміз. Лео да ол да кезінде Қайрат басшысының любимчигі болды ғой. Ол да мысалы сол әйелмен бірге климат ұнамайды, ауа райы ұнамайды, менталитет ұнамайды деп тіліміз басқа кетіп қалды ғой. Қазір Литвада, Латвияда ойнап жүр. Енді ең көп Қазақстанда өмір сүрген қазір енді мысалы ЖЖ болсын, жаңағы Эдсон болсын, келесі қандай футболист бар? Кайо Руистің уақыты келіп қалды. 19 нөмір Қайраттағы. Менің ойымша, мен әдемі соңын ойнаса, өзі де Қазақстанмен елестетіп отыр, болашағын қалғысы келеді. Ертең бір ойда жоқта ұлттық құрамасына Бразилияға шақырып қалмаса, Дерезиньо бар Семейдегі. Оған қанша жыл болды? 2,5-3 жыл болып қалады. Бір цикл шыдап евроны жіберіп, кейін чемпионат мирада дейін уақыт. Кешегі осы соңғы ойында 2 гол салды. Иә, мықты ғой. Мықты. Дерезиньо мықты. Ол сол Дуглас екеуі бір ауылдан ғой. Андай биіктігі де былай кішкене. Мен айтайын дегенім, мысалы Бразилия. Сол кезде как айтты ғой, кешірім сұрайын. Осылай бөліп кете беретін жағдайым бар. Мына 2 фланг бізде әлсіз деді. Иә. Бір жағына ЖЖ, бір жағына егер Эдсон келсе, ол біраз мәселені шешеді деді. Иә, иә. Бізде мысалы үшін артта бәрін тазартып отыратын Дуглас. Бірақ ол 40 минут ойнайды да. Оны демалдыру керек қой, шаршатпау керек. Иә. Сондықтан бізде проблема кадрлық дағдарыс қой. Иә. Сосын неге біздің ұлттық құрама жолдастық кездесулерде көп ойнамайды? Неге мысалы үшін бір арасында пауза алып, Европаға 4-5 2-3 елге барып, 2-2 кездесу жасап қайтпайды? Бұл мысалы Данияға барып, мысалы Балканда бар ғой, Сербия, Хорватия, Словения үшеуіне тік келісіп неге тексеріп қайтпайды жастарды? Бұл енді Каканың шешімі болады. Өйткені Кака бас бапкер ғой. Иә. Ойнағым келеді десе ойнайды, ойнағым келмейді, маған керек емес десе ойнамайды. Бұл жерде сұрақты Какаға қою керек. Неге сен ірі елдермен ойнамайсың деп. Ол өйткені менде ол сұрақты қоям. Мен кеше U19-ға барған кезде біз Португалия, Франция, Қазақстан, Беларусь бір топта болды U19-ын. Кака 5 оқу-жаттығу жиын өткізген, бәрін Қазақстанда өткізген, Қырғызстанмен жолдастық кездесу өткізген. Ана жерде біз Португалиядан U19, Франциядан еш кем емеспіз. Тәжірибе жоқ, жай ғана. Балалар аяқтары дірілдеп ойнап жатыр, бірақ еш ойын ортасына қарай жиналады, бірдей ойын ойнайды. Ешқандай кем емес. Мен балаларға риза болдым. Бірақ тәжірибенің аты, тәжірибе. Мен сұрайым, сосын испандықтардан сұрайым, француздардан сұрайым. Айтады, біз жап-жақынбыз дейді. Автобусға отырамыз да, Франция мен Испания шекаралас қой енді. Автобусға отырамыз да, аналар автобус бір шекаралас қалада жолдас кездесу ойнаймыз деп келседі де, жылына 8 рет ойнаймыз дейді. Олар бір-бірін біліп өседі да, кешірімсіз, бір-бірін біліп өседі. Кім қалай өсіп келе жатыр, деңгейлес болады. Біреумен ойнай берсең, жетіп аласың ғой мысалы. Испанияда солай, Португалияда солай, бір-бірімен Франция бір-бірімен ойнайды да, сөйтіп бірдей деңгейде өседі. Біз мына жақта жүреміз, Түркістанға барып сбор өткіземіз, Қырғызстан шақырып аламыз да, 7-те 1 ұтқанымызға мәзбіз. Мынандай жарысқа шыққан кезде, сын сағат келген кезде, Европаға іріктеу келген кезде кем емеспіз, бірақ тәжірибенің жоқтығынан ойнай алмай қаламыз. Көп рөл ойнайды. Сосын мен айттым, неге біз ойнамаймыз деген кезде үнсіздік жауап алдым. Мен айттым, егер менен Құдайға шүкір қазір келгеніме федерацияға 6 ай болды. Мен футзалға тікелей осылай бір кішігірім реформалар керек екенін мен сезіп келе жатырмын, білем. Біздің U19-ды болашақта Қазақстанда сбор өткізе бермей, бір рет Испанияға барып келсін. U17-те сөйту керек. Барсын, Испаниямен ойнап таяқ жесін. Бірақ өсіп келеді. Кейін Испанияда қалай ойнайды біліп келеді. 2 ойын ойнай ма, сосын жарт жол 2 келеді да, Ресеймен ойнап кетсін. Бәріміз солаймыз ғой. Мысалы үшін бір залда ойын өткізсек, қорқып тұрасың. Мысалы 3 мыңдық залға бір ойын өткіздің, екінші тіпті есікті теуіп кіріп барасың. Себебі ана атмосфераны, нені ауырғаны сезіну керек. 30-40 миллион кетеді бір сборға жібергенге. Мысалы балаларды аласың, бір 16 баланы алы,
бапкерлік құрам штабпен барасында Испанияға ұшып барып келесің, Испанияның қаласында Испания құрамасымен ойнайсың, екі жолдас кездесу, жол жөнекей шығыс Европа арқылы келесің ғой. Шығыс Европаға тоқтайсың, 2 күн барасында тағы бір европалық командамен, ірі атлеттермен ойнайсың, қайтасың, бір сборың аяқталды ма, күтесің, келесі сборға барасың, Францияға барып ойнайсың. Жалпы андай үлкен ірі турнирлер бола ма? Мысалы, құрамалар арасында. Неге бізде бір осындай бір жыл сайын баяғыда болатын еді ғой, бір жастар президент кубогы деген жастар футзалдан ба? Жоқ, үлкен футболдан. Футзалдан осындай турнирлер бола ма ұлттық құрамалар арасында? Қазір анандай болып кеткен ғой, күнделік бар да, УЕФА-ның күнделік, күнтізбесінде қазір бір жарыстық жер өте қиын. Сол күнтізбедегі бір жолдастық кездесуді пайдаланып 3-4 бір жерде жиналып жарыс есебінде өткізіп жібермесең, былай баяғыдағыдай үлкен бірақ осы УЕФА-ның өзінің ұйымдастырып жатқан ойындарының өзі жеткілікті ғой. Жеткілікті кәдімгідей. Арасында 1-2 жолдастық кездесу ойнасаң, былай-ақ жеткілікті. Баяғыдағыдай андай жоқ. Мысалы, бұрын өткізетін, Таиланд әлі күнге шейін өткізеді, 4 ел жинап алып өткізеді, Бразилия өткізеді. Олай бізге де өткізуге болады. Ол үшін федерация емес, бапкер айту керек те федерацияға. Менің ойыншыларыма тәжірибе керек. Біздің елге Бразилия, Аргентина, Испанияны шақырып алайық. Біздің балалар ойнасын. Жеңілсек, осы жерде жеңілейік, бірақ біліп алайық деп айтса, онда ойлану керек. Ал егер бапкер жабық саясат, жабық менің ойымды көрмесін, тек Еврода бір-ақ атып шығам, бір-ақ әлем чемпионатында бір-ақ атып шығам. Какамен сөйлесу керек болды. Какамен сөйлессеңіз, сізге Кака айтып береді. Менің ойымша, көп мәселеге келген кезде Какадан сұрайсың бапкерге. Мысалы, сен бапкерге барасында, Кака, біз неге Испания мен Бразилия мен неме ойнамаймыз деп айтуға болады, бірақ ойнайсың, анау-мынау десең, ол да ертең не істеуі мүмкін да, ертең олармен ойнап, біреу жарақат алып қалса, немесе Еврода олармен кезігіп қап, бір-бірімізді оқып алсақ, Каканы мен түсінем. Кака өзінің ойын стилін ешкімге көрсеткісі келмейді. Кейін барып Европа чемпионатында, Бразилия әлем чемпионатында бірақ көрінгісі келеді. Сол үшін ол ірілермен ойнамайды. Бір Португалияның көп миын ашытатын командалардың бірі біз ғой. Мысалы, қайбір әлем біріншілігінде де жартылай финалда пенальти болды. Кешегіде де ұтып кетті. Кака ол жақта кәдімгі не ғой? Алдында Португалияда жүрсек, Бенфика мен Спортиктің матчына барсақ, бәрі Каканы танып алған, біліп алғаны. Андай көзқараспен қарайды да, бір жау сияқты ше. Бізді өмір ұшырып жібереді деген сияқты. Және бізде жүрміз ғой Қазақстан, бәрі біледі. Португалия футзалдың арқасында біледі. Казахистау дейді. И біз өйткені олармен кәдімгі ширек финал, жартылай финалда ойнаған топ грант еліміз ғой футзалдан. Қаншама сәт болды. Мысалы, Испанияның өзіне де кезінде жаңағы кешегіде де тең ойнадық. Алдында да мысалы жартылай финалда тең ойнап пенальтиден ұтылып қалдық. Енді көптеген тарих өтті ғой. Соңғы әсіресе бір 12 жыл көлемінде алғашқы Сербияда өткен Еуропа біріншілігінен кейін біз Еуропа біріншілігі, әлем біріншілігі мысалы жаман ойнап жатқан жоқпыз. Өте жақсы эмоциялар сыйлады. Сондықтан да енді ары қарай бір орында тұрып қалмай дамысын деген ой ғой. Бұйыртса, тағы да бір менің ойымша жақын арада подкасттарға келуге себеп болатын сияқты. Сол күнге жазсын дегіміз келеді. Әзірге арық сөйлеп семіз шығайық. Енді сіздің қойып жатқан сұрақтарыңызға біраз мен кешенді жауап бергім келеді, бірақ сізде жиналып қалғанда бірден бастап бөліп тастай бересіз. Кейбір көрермендер кейде содан андай түсінбей қалмы, неге мынау ой айтылып соңына жеткізбеді деген өзім сұрақтарыма өзім кішкене жауап алғым келеді. Алып жатсыз ба жауап? Түсініп жатсыз ба? Жақсы. Ол міндетті емес қой. Мысалы отырып алып мақсаты қандай деп сұрақ қойғым келмейді. Мақсаты белгілі. Мысалы кейде келіп бізден де сұрақ қойып жатады ғой. Мысалы Жайдарманның мақсаты қандай дейді. Мен ол сұрақ уже 20 жыл болды да, ол ондай сұрақ қойылмау керек. Қазіргі қордаланып қалған проблемаларды шамал болса да бір шетінен сұрап алсақ деп жатқаным ғой. 3-4 мәселе қысқа нұсқаны анонсқа пайдалансаңыз болады. Бірінші кезекте Қайрат пен Семейдің жаңа тағы да 2 клуб керек. Ішкі чемпионат және балалардың өсу үшін U19, U17-лерді. Оны қолдан жасауға бола ма ондай клубтарды? Мысалы федерация басшылығынан кішкене облыс әкімшілігімен сөйлесіп, мынаны былай қылыңдар десе. Болады. Мысалы батыстан бір команда. Атырау ма, Ақтөбе ма? Бірақ оны кейбіреулер басқаша түсінуі мүмкін да, өздері ашып, өздері сүйреп жатыр деген әңгіме жаман да. Бізде былай, мысалы үшін Жайдарман деген бұл да ойын ғой. Енді бұл халықаралық деңгейге шықпаса да, біз кейбір аймақтарда кәдімгідей қолдан команда
қолдан команда жасамасақ та сол команданың шығуына кішкене ақыл кеңес беріп демеуші тауып беріп и шамалыдан кейін мысалы бір қасиет секілді бір редакторларды жіберіп 3-4 жыл жаңағы дайындап и шамалы уақыттан кейін кәдімгі бірнеше команда өсіп шығады. Футзалға қасиет тығыз жібергенше жарнамасына Қасиетке реклама. Шынымен ғой, жоқ шынымен де мен солай ойлаймын да, неге ол мысалы өздері дамысын деп отыра беруге дұрыс болмайды ма? айтасыз. Сондықтан қолдан жасауға болады. Мысалы оңтүстікте бірде-бір команда жоқ, Тараздан команда жоқ. Ақыры үлкен футболда да қарқ қылмай жатыр. Ана неге андай залдар бар, неге команда шығармайды деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Да. 2-3 клубты қолдан солай қолдап жасау керек. Ол бір, екіншісі Енді Семейдің пайда болуы сол кезде облыс әкімі болып Уранхаевтың барғаны и ана жерден бір сәйкес болып қалды да, бір әдемі кетіп қалды. Үлкен бір клуб пайда болды. Иә. Сондықтан сол және U17, U19-ларды алыс шетелге жіберу керек. Топ гранттармен ойнауға, ұлттық құрама дейміз, қазір бізге эмоция керек, халықтық мереке керек, анау кішкене патриотизмді қоя тұру керек, тек қазақтар ойнау керек деген. Оны дұрыс айтасыз, өйткені жеңілгенді ешкім жақсы көрмейді. Бізге мысалы Лео, Дуглас, Игиталардың орнын басатын сондай бір бразилиялықтар керек, және өзіміздің көп емес. 4-еу ғой ары кетсе. 4-еу керек, және өзіміздің қазақтарды баптап ұстап отыруымыз керек. Ол үшін оның ойнайтын клубындағы бапкерлер онымен дұрыс қарым-қатынаста болу керек. Ол үшін клубтың басшылары в этом заинтересованы должны быть. А олар заинтересованы болу үшін Қазақстан футзал қауымдастығы, Қазақстан футбол федерациясы олармен жақсы қарым-қатынаста болу керек. Менің қысқа нұсқа бір айтатын дүнием, алдында кейбір топ клубтармен сол кездегі федерациядағы басшылардың қарым-қатынасы дұрыс болмаған. Сондықтан аналар аналарға ойыншы жібергісі келмеген, аналар аналарға барып ойбай ойыншы жіберші деп айтуға да намыстанған. Нәтижесі осы. Жақсы. Түсіндіңіз ғой жалпы не айтқанымды? Түсіндім. Ертең осы бастап еді деген секілді. Мен қатты ортасын бөліп жатсам кешірім сұраймын. Мен үнемі менің жаңағы астында комментарий жазып жатады. Тым жақсы сөйлеп кеткен адамды шауып тастай бересіз. Мен енді әдемі айтып келе жатсам бөліп тастайды. Иә. Болмайды ғой. Иә. Жайдарманда да сендер бөліп жатқанда үндемейміз. Былай ғой. Қыздар футзалын қостыңдар. Биыл бірінші рет өтті чемпионат. Адамдар қайдан келіп жатыр? Сол жергілікті адамдар ма? Бізге қазір легионерлер керек емес әзірге. Бірақ мысалы Қайрат сияқты клубтар чемпиондар лигасында нәтижеге жету үшін қыздар футболына биік сияқты. Олар да легионерге жүгінетін сөзсіз. Алады 5-6. Айтпақшы, ана үлкен футбол қыздар биыл толыққанды бастады ғой. 14 командамен. 14 командамен. Нәтижелері өте күшті. Жаңағы бомбардир біреуі 45 гол салған. Биіктің қызы грузиялық. Екінші орында Қырғызстанның қызы Ақтөбенің атынан ойнап жатқан, бір 40-қа жақын гол соққан. Осы екеуі келе жатыр. Биік пен Ақтөбе 27-сі супер матч болады Ақтөбеде. Сода чемпиондық шешіледі. Иә, 27-ші шілде. Шілдеде. Супер матч Ақтөбеде. Шымкентте ойнағанда 2-2 ойнаған. Енді қарап отырсаң қызық, 19-0, 18-0. Бір қызықты айтайын ба? Қыздар футболында кеше КДК-ның шешім шығарып жатыр ғой, не тәртіпті бұзған үшін дейтін бе, бейәдеп сөздер айтқан үшін, қол жұмсаған үшін деген сияқты бар ғой. Ерлер футболында алатын штрафтар сондай қазір қыздар футболда алып жатыр ғой. Болады ғой, не болса болғаннан кейін, ол не емес қой. Бір қыздар футболында болашақ бар. Кәдімгі қазір бұрындары УЕФА, ФИФА арнайы қыздар футболы деп ден қойып ақша бөлетін. Қазір оларда ол менталитет кетіп қалған. Бірдей болып кеткен қыздар ерлерде дамып кеткен. Бұлар арнайы акцент қоймайды, ол кәдімгі автоматически кетіп қалған да. И бізге де сол келе жатыр да, бірте қыздар футболы. Және бір жақсысы, бұрындары мысалы қыздар өзін футболмен елестете алмайтын еді. Қазір көп келіп жатыр қыздар. Өте көп. Мысалы кеше менің подкастымда Асыл Пазыл деген қыз келді. Жетісайдың қызы, Астанаға ата-анасымен бірге көшіп келген. Астананың сапында ойнап отыр. Бомбардир. Кәдімгі қазақтың қызы. Өткенде Ақтөбеде жайдарман болған кезде Қазақ арқасының құрамында шалқарлық бір қыз отырды. Кәдімгі сөз саптауы жақсы, кәдімгі ойнап қоятын қыз екен. Ақтөбеде ойнайды ғой. Сондай бар екен. Мысалы қараңыз, 14 клуб бар. Сосын U17 8 команда ойнап жатыр. Иә. Сондықтан футзалдан лига бар. Және әуесқойлар лигасы бар қыздардың. Сондықтан бұл кім не десе о десін, бірақ дұрыс бағыт. Өйткені ол футбол арқылы өмірін елестететін және болашағын көретін қыздар да бар. Оларға сен балта шаппайсың, үйде отыр деп.
анау әзіл шығып кетті ғой тиктокта, ет асып жатады, то келін, и бір кезде футбол ойнап жатқан видеосын, то келін емес деген ше, Баян Мақсатқызының. Сондықтан олар үйде келін, бірақ алаңдар кәдімгі футболшы, айлық алып жатыр, келісімшартқа отырған, нәпақасын тауып жүрген арулар, қыздар, және болашақта жақсы нәтижелерге қол жеткізеді деген ойдамыз енді. Қосымша жолдама үшін кіммен ойнаймыз әлі белгісіз. Үшіне бүгін біз сұхбат алып жатырмыз. Негізі 3 шілде жеребе тарту рәсімі өтеді. Сіз 3-не дейін шығарасыз ба, 3-нен кейін шығарасыз ба? Ертең шығарамыз. Ертең шығарсаңыз, онда ар күні ертең ең қиын қарсылас кім? Мен Италиямен кездескім келмейді. Да? Италия мықты ғой қанша дегенмен. Қалғандар бәрімен ойнауға болады, бірақ Италия сол кездеспей қойса екен деген. Алдында Европа біріншілігінде Италияны ұттық, оның алдында да ұттық, білмеймін. Бір Италияға қарсы, мысалы, Португалия. Бәрімен ойнауға болады. Жалпы өзіңіз сұрап қалдыңыз ғой, кіммен кездесуіңіз. Менің ойымша Италия деп ойлаймын. Ең қатты қарсылас Италия. Италия деп ойлаймын. Қалғандарын барлығымен ойнауға болады деп ойлаймын. Жалпы футзалға деген махаббат қалай басталды? Футзалға деген махаббат ерекше жақсы көресің да, мысалы, қатты бір, қазір қарайсың, көп, бір-екі баланы көрдім, бір әуесқой футзал, яғни мини футбол туралы сұхбат жүргізіп жатқан, бірақ үлкен кәдімгі тұрақ түрде жүргізетін қатарында өзің болдың, тұрақ түрде, бірақ арнайы келіп осылай жүргізіп жатқан адам жоқ. Біз бұрындары бір кісіде, Қайрат Чемпиондар лигасында ойнап жүрген кезде ғана көретінбіз. Сол кезде деп қалатынбыз, кейін үлкен махаббат, кәдімгі футзалды іштей біліп, ішкі атмосферасына кіргенім. Бұл 2016 жылы Астанада футзалдан әуесқойлар арасындағы лигаға команда қосам ғой. Содан бастап, бірінші ойыннан бастап мен футзалды жақсы көріп қалдым. Бүкіл ережесінен бастап команда жасақтадым, проблемаларды көре бастадым. Ол командам өсе бастады, Суперлигаға дейін бірақ жетті. Және ол подкастында, менің қызметім подкастта да футзал жайлы айта бастадым. Өмірім бәрі футзал болып кетті. Сенбі-жексенбі менде футзал чемпионат әуесқойлар арасында, подкастым футзал, аптаның 2 күнде жаттығу, Қазақстан чемпионат әуесқойлар футзал лигасына көмектесіп жүрдім, қызмет атқарып жүрдім. Сөйтіп жүрген кезде мен сол кездегі президент, Қазақстан футбол федерациясының президенті Барминқұлов мырза бірінші кеңесшісі ретінде шақырған. Мен бір қажет санамадым өзім сол кезде кеңесші болуды. Бірақ бірте мен көрді, бір күн хабарласып еді, Нұрсұлтан, сен футзал екен ғой сен темаң. Футзалға кеси деді ғой. Кім болып дедім? Вице-президент болып деді. Ал мен футзалды жақсы көрем, және мен біліп тұрмын қандай бір дүниелерді өзгертуге болатын. Келістім, содан бірде футзалға кіріп кеттім ғой кәдімгідей. Қазір Құдайға шүкір, Қазақстан премьер лигасына бүкіл клубтардың басшылығымен, ойыншылармен, әуесқой лигасы болсын, кәсіби лигасы болсын, футзал менеджерлер қауымдастығымен бәрімен жақсы тікелей қарым-қатынастамыз, байланыстамыз. Кезінде енді вице-президент қызметін атқардық, енді қазір үлкен футболдамыз, исполкомдамыз, бірақ футзалдан алшақтамаймыз. Айтпақшы, исполкомның құрамына андай мүйізі қарағайдай ортасында шыққан кезде қатты қуандым. Өте жақсы, енді барлығын танимыз ғой. Негізі бұрынға қарағанда біраз жігіттер соңғы кездері осы федерацияға кіріп, әсіресе баспасөзі бар, біраз қазақыланып қалды. Қазіргі таңда ең үлкен қаралым осы қазақ тілдегі подкасттар, түрлі көптеген бұрын орысша сөйлеп жүрген кейбір қара көздеріміз қазір қазақша жүргізе бастады. Бұл да бір қуанарлық жағдай. Сосын бір айта кететін жағдай, Нұрсұлтан, енді мен осы қайтадан бастадым. Құтты болсын, әдемі спорттық бағдарламалар енді бірте-бірте түзеліп кетерім. Негізі менің өздеріңіз жақсы білесіздер, менің балалық арманым бұл спорттық комментатор, жалпы спорттық журналистика болған. Сіздің эмоцияңызды білемін ғой. Өзің де білесің, қаншама футбол менеджері ретінде жақсысыз ғой. Жөні мен ең бастысы кез келген нәрсені алдымен біліп алу, соның ортасында жүру, содан кейін екінші этап, үшінші этапта нәтиже көрсету. Мен әзірге мысалы үшін медиа, яғни футзалда да команда қостым, белгілі бір дәрежеге жеттік, чемпион болдық, сосын үлкен футболда да командам қатысты. Сондықтан көрермендер мені сөкпеңіздер, бұл кеше біреу жазыпты, сен футболды, боксты қойсайшы, бар жайдарманым ғой. Жайдарман жүріп жатыр, ешқандай несі жоқ. Бірақ енді мен өзім ішкі жан дүнием осыны қалайды, сондықтан да арасында осылай шығып тұрам. Бірнеше спортты жақсы білемін. Енді міндетті түрде қатысу міндетті емес, бірақ дегенмен бұл жерде де не, мысалы үшін ұлттық құрама туралы,
жүйе туралы барлығын сұрап жатырмыз, жеке басыңа қатысы жоқ. Сондықтан да қонақ болып келгеніңе көп рахмет. Бұл бірінші ғана сұхбат, ертең Құдай қаласа бір жақсы жаңалықтар болып жатса, өзіңді тағы шақырам. Енді іштей тек чемпионаттың өзіне, ұлттық құрама жөнінде, жалпы әлемдік футзал жөнінде көптеген сұрақтар бар негізі. Біздің көрермен білгісі келеді, жоқ, көрермен білгісі келеді, мысалы үшін қарапайым қасында жүргендер. Біз енді кейбір нәрсені артығырақ терең зерттей алмаймыз. Ол енді тікелей ішінде жүргеннен кейін, сол жаққа барып жүргеннен кейін, жаңа европалық футбол туралы айтып жатыр. Енді оның бәрі қызық, және біздің енді ол мысалы Астанада, әсіресе Қарағандыда көбісі сенбі жексенбі күндері бұл кәдімгідей тимбилдинг қой, араласады, комьюнити, бір-бірімен достасып жатады, андай жаңағы спорттық киім алады, бір қалаға барып жатады, қалай қуанып жатады, ол да эмоция шығару, ол да керемет қой. Сондықтан да егер біздің ұлттық құрамамыз, чемпионатымыз адам тауып сөйтіп келіп жатса, оның балалар көріп жатса, әрине футбол академиясы туралы кейін сөйлесеміз, ол аса қатты мәз емес екенін білем, бірақ дегенмен осы футзал қазіргі таңда еліміздегі бір бестікке кіретін эмоция шығаратын спорттың бірі. Эмоция шығаратын спорттың бірі, қолда бар алтын, ұлттық ойын. Оңай, сөздің ашығы, көп былай қолжетімді негізі, мысалы үшін залдар бар. Енді Астанада жетіспесе де көп ірі үлкен футбол алаңдар туралы мәселе болып жатыр ғой. Оның арасында бұның жарасы жеңілдеу деп ойлаймын оған қарағанда. Сол, рахмет. Сізге рахмет. Кейбір сұрақтар дұрыс қоймады деп ренжіме, енді барымыз базар, бірақ әлде де түзелеміз. Жақсы, рахмет.